Алла тағала шексіз ғой. Қараңызшы, мысалы біз де қыз болдық, кейін енді күйеуге шықтық. Мен жас қыздарға, келіншектерге мынаны айтқым келеді. Өз басымнан тәжірибемен бөлсем, ақыл кеңес айтуға ешкімге жаңағы бір керемет адам емеспін, жай ғана қарапайым Алланың құлымын. Менің де басымнан айтатын боларсыздар, сіздің басыңыздан қиындық өтпеген шығар, сізге ешкім сөйлемеген шығар, сізді ешкім ренжітпеген шығар, сіз бұндайдың не екенін қайдан білесіз, әркім өз аяқ киімін киіп жүрсін дейді дерсіз. Иә, ол айтуыңыз дұрыс. Бірақ үлкеннен үнемі бата алып, үлкеннің алғысын тыңдап, кеңесін алған дұрыс. Өйткені сол арқылы адам өседі. Енді қараңыз, менің де атам мен енем болды. Жолдасым мені өте қатты жақсы көрді. 14 жыл бойы алақанды ұстап жүрді, гүлін сыйлайды, сыйлығын сыйлайды. Бірақ сонымен бірге өзінің анасына да дәл солай жақсылықтар жасайды. Сондай сыйлықтар сыйлайды. Даже тіпті үлкен біздің енеміз болды, ол әже дейді. Ол мама деді, мен әже дедім. Ол кісі де үлкен тәрбие берді. Енді рас, менің жолдасым қатты жақсы көрді мені, және атам мені қатты кәдімгідей қызым деп құрметін көрсетіп, үнемі сыйлық жасайтын. Неге? Өйткені атамызда, енемізде 3 ұл. Жолдасым менің үйімнің үлкені. Негізі тұқымда ең үлкен немере да. Қазір мен балам, мысалы, ұлым ең үлкен, отбасындағы үлкен, жаңағы немерелердің, шөберелердің үлкені. Енді бұл жерде мен айтқым келетіні, сөйлейді енем, айқайлайды, кейді, ренжітеді. Мұғалім болған 30 жыл, бірақ сондай қатқыл мені тәрбиеледі. Егер солай тәрбиелегені болмағанда тәрбиесі, мен бұл күнде шыңдалмаған болар едім. Өткен себебі мен өте тұйық болған, жуас болған, шынымды айтсам, ұялшақ адам болған адамын да. Енем бірде былай деп айтатын: "Ей, айналайын, саған я бетіңе қарап күле алмаймыз, я жылай алмаймыз. Күлсек сенімен бірге жылап қоятын сияқтымыз, жыласақ сенімен бірге күліп қоятын сияқтымыз. Сені күлдірту қиын. Ең болмаса мына шайнекті алда жүгірші." Атамның 5 қарындасы бар да әлі да. Солардың алдынан жүгірші. Енді ол кісі жаңағы қайынсіңлілерімнің, күйеу балдарының алдынан жүгірсем, жезделерінің алдынан, сенің жақсы боласың, одан жаман болмайсың. Олар шайнекті қойып жатыр екен деп сенің бетіңнен сүйіп саған рахмет айтады, алғыс айтады, қуанады. Адамға жақсылық жасаған сайын саған еселеп келеді. Өйткені қоғамнан, үлкеннен бата алып өскенде адам жетіледі, өнеді, өседі. Және де біздің қазақта өте бір керемет сөздер бар ғой. Үлкенге қызмет қылған сайын сенің де ертең күні алдыңда сондай бір жақсылықтар күтеді деп. Сондықтан Алланың жақсылығы үшін деп, Алланың разылығы үшін деп жасап көр. Өте керемет, кәдімгі ғажайыпқа көзің жетеді.